Сәлем, осындай керемет тортты бірге жасайық. Өте оңай әрі жылдам жасалынатын торттың бірі. Бұндай бисквит 3-ақ заттан тұрады. Бізге керек зат ол ұн, жұмыртқа, қант. Барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. 225 грамм қант, 225 ұн, 7 жұмыртқа керек. Енді таза құрғақ ыдысымызға барлық жұмыртқаны сындырып салып, үстінен қантты салып, әппақ қып көпіртіп, 15 минуттың аралығында миксерлейміз. Ұнымызды 3-4 рет електен өткізіп, лопаточканың көмегімен астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Байқап араластыру қажет, өйткені осындай масса басылып қалмас үшін. Осы уақытта барып пешімізді қосып қояйық. 180 градусқа қызып тұра берсін. Содан кейін формамызды дайындайық. Менде бұл жерде 24 диаметр астына пергамент төседім. Сізде фольга болса, фольгамен орасаңыз болады. Үстінен жаймен қамырды қосайық. Арасында араластырып тұруға болады, ұнымыз араласпай қалса. Үстін жаймен тегістеп, енді пешімізге қоямыз. 180 градуста 40-50 минут пісу керек. Пешті оған дейін ашуға мүлдем болмайды. Кремімізді даярлайық. Сгущенка сапасын алған жөн. Закраме майын міндетті түрде қолданыңыз. Сосын бізге ванилин керек болады. Енді майды сгущенкаға қосып, үстінен ванилинді қосып, миксерлейміз. 100-150 грамм сгущенка, 300 грамм сары май бөлме температурасында болу қажет. 1 шай қасық ванилин. 5-10 минуттай миксерлейміз. Бисквитіміз дайын, 40-50 минуттай пісті. Шанышқымен тексеріп аламыз. Құрғақ болу керек. Креміміз осындай тамаша, өте дәмді, эластичны, воздушны болып шықты. Енді біздің бисквитімізге пропитка қажет. Сгущенка мен ыстық суды араластырып, дайын болды. Немесе сироп жасауға болады. Қант пен судың пропорциясы бірдей болу керек. Соны қайнатып, суытып, пропитка дайын болады. Біздің бисквитіміз суыды. Енді бұны формадан шығарайық. Біздің қамырымыз қоюлау болды, сыртына ақпады. Дүкеннен сатып алмай, осылай үйде өзіңіз жасасаңыз керемет болады. Тез әрі оңай жасалынады. Мына осындай керемет бисквит дайын. Комментария бөліміне сіз тортты жақсы көресіз бе, үйде жасайсыздар ма, соны жазып кетсеңіз болады. Тамашалап оқитын боламыз. Бисквитті 2 коржға бөлдім. Кесілген жерінен жіптің көмегімен осылайынан орап, кесіп аламыз. Сонда түп-түзу болып кесіледі. Сізге қалай ыңғайлы болады? Пышақтың көмегімен де болады. Ұзынша пышақ болса. Енді пропитканы молырақ қып жағып шығайық. Содан кейін кремімізді алып жағамыз. Екінші бөлігіне пропиткамызды құямыз. Содан кейін үстіне қойып жабайық. Қазір үстінен кремімізді жағып шығамыз. Үстінен, жанынан кремді молырақ қып жағайық. Ал енді тортымызды безендірейік. Мен кокосовый стружкамен безендірдім.
безендіруді өз еркіңізде. Шоколадпен ұсақтап безендіруге болады. Немесе бисквитті ұсақтап какао қосып, сонымен де безендіруге болады. Біздің тортты пропиткаға қойып қоямыз, тоңазытқышқа. Негізі бір тәулік тұрса, керемет болады. Кремі сынып, әбден жұмсарып, прям дәмі зор болады ғой. Міндетті түрде жасаңыз. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Әрі өз отбасыңызды, туған туысқандарды, қонақтарды таңғалдырыңыз. Бұл жерде мен сразу турадым. Өте жұмсақ, көріп тұрғаныңыздай керемет тортымыз дайын болды. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыз, жаңа дәмді тағамдарды өткізіп алмас үшін. Сіздермен бірге болған Алия. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.